Газдан ку жылу мөлшері алынғанда немесе газға ку жылу мөлшері берілгенде газ температурасы өзгереді. Егер газ көлемі өзгермейтін ыдыста орналасса, оның температурасының өзгерісін ку тең болады нют СВ және дельта Т көбейтіндісінен анықтауға болады. Оқшауланбаған ыдыста температураның тез төмендегенін байқаймыз. Егер оның бастапқы температурасы Кельвин шкаласы бойынша 330 Кельвин болса, 1,8 секундта температура 5 Кельвинға төмендейді. Бұл осы уақыт аралығында бөлінген ку жылу мөлшері 62,3 килоджоульге тең екендігін білдіреді. Газ ыдысы жылу оқшаулайтын материалмен қапталса, температураның төмендеуі баяулайды. Дәл сол уақыт аралығында температура Кельвин шкаласы бойынша тек қана 0,1 Кельвинға ғана төмендейді, ал бөлінген жылу мөлшері 1 килоджоульге тең болады. Осы сабақ барысында біз қоршаған ортамен жылу алмасу жүрмейтін, яғни ку нөлге тең болатын жағдайды қарастырамыз. Жақсы жылу оқшаулауды қолдану өте маңызды. Жылу оқшаулағыш ретінде жиі қолданылатын материалдарға шынымақта, пенополиуретан, полистирол және керамикалық материалдар жатады. Жылу оқшаулағыш материалдар көбінесе жылулық сәулеленуді шашырататын фольганың күміс қабатымен қапталады. Жылу оқшаулаудың тағы бір жақсы әдісіне денені жылу өткізбейтін вакуумге орналастыру жатады.